Бұл үйде Әбілхан Қастеев 1958 жылдан бастап өмірінің соңына дейін тұрған. Бүгінде Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайының бөлімшесі. Мұнда суретшінің тырнақалды туындысынан бастап өзі пайдаланған бұйымдарына дейін сол күйі сақталған. Жаңағы этюдтер дегендегі міне этюдтің түр-түрін өзі жасап алған. Мынау қол шатыры енді күннен де қорғайды. Жаңбыр жауып кетсе өткінші жаңбырдан да қорғайды. Бұны қадап қояды жанына. Сөйтіп етінікні ашып, және пленерлік жеуіп істейміз ғой. Пленер даланың көрінісін, таудың көрінісін, көлдің көрінісін, соны далада отырып жасаған. Мұның кереметтігі еңбек қорлығы, бұл еңбек қорлығы. Анау бастаған дүниесін аяқтамай қайтпайды екен. Тіпті мынау күн өзгеріп тұрады ғой, жасағанда. Күн жылжыған сайын, жердің бетіндегі рең бояу түрлері өзгереді. Соны алғашқы кезді қалай бастады, соны ұстайды. Памяті күшті, жадысы. Соны сақтап, соны өйткені басқа көріністерді жасау керек қой. Тас бола ма, тау бола ма, өзен бола ма, бірақ бояуды бір уақытты ұстайды да, сонымен соны аяқтап шығады екен. Суретші шеберханасындағы құнды картиналардың бірі Түрксіб. Еңбек жолын Түрксіб темір жол құрылысында жұмысшы болып бастаған қылғалам шебері аталмыш туындыны 1969 жылы салды. Көріністердің шынайылығы соншама, бір сәт өзіңізді сол бір қаймағы бұзылмаған, тамылжыған табиғат құшағында тұрғандай сезінесіз. Сыңсыған орман, темір жол торабы, көк шалғынды алқап, бәрі де жаныңа соншалықты жақын көріністер. 69 жылы осы үлкен шығарманы салады. Бұл Түрксібтің біздің темір жолдың біздің даламызға алғаш келуі, паровозды көруі, халықтың қуанышы, біздің ен даламыз бен тауымызға алғаш осындай үлкен жаңалықтың келуін сәтін көрсетеді. Расында Кеңес одағы өкіметі орнағанымен көп қиыншылықтар болды ғой. Соның ішінде бірақ жаңалықтар да жақсылықтар да келді. Әсіресе кедей тап жалшы жақыбайлардың өмірін көтереміз деп көптеген дүниелер келді. Мынау индустриализация, енді пойыздың келуі үлкен жаңалық болды. Соны өз көзімен көрген, және соны кеңейтіп жасаған. Көпшілікке кеңінен танымал Амангелді Шоқан Абай мен ана портреті мұражайдың төрінен орын алған. Абай тұлғасы Қастеевтің сүйікті кейіпкері болды. Ол Абайдың келбетін әр қырынан сомдаған. Суретшінің қылқаламынан туындаған Абай киіз үй алдында жас Абай, Абай жаз жайлауда және бүркітші қыс жаз көктем атты шығармалары осыған дәлел. Бұл Абай образын жасау үшін 1934 жылы қазақ бейнелеу өнерінде тұңғыш рет ұйымдастырылған Абай портретіне және шығармашылығына арнайы конкурс ұйымдастырылды. Сол конкурсқа орай Әбілхан Қастеевтің қиялынан туындаған 1934 жылы жазылған Абай кигіз үйдің жанында атты портреті дүниеге келеді. Әбілхан Қастеев ұлы ақын ойшылдың образын кигіз үйдің жанында әсем табиғат аясында сырмақ үстінде отырғанын бейнелейді. Яғни әсем табиғат көрінісі және алыстан мұнартқан ақбас таулар дейміз және шыршалар, бұның бәрі ақын жанына жыр ұялатқандай. Жалпы Абай философиясы мен біздің табиғат арасындағы өзара үндесіп, өз үйлесімін тауып шебер суреттеген. Сондай-ақ суретшінің 40 жылдан астам шертілмеген домбырасы да келушілердің назарына ұсынылған. Бұл жердегі тұрған домбыралар бұл Әбілхан атамыздың 60 жылдық мерейтойына орай композиторлар одағының сыйға тартқан бұл домбырасы. Ал екіншісі өзінің отбасындағы домбырасының бірі осы. Мынау 60 жылдыққа орай композиторлар одағының сыйға тартқан домбырасы. Мұражайдағы 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісі жетекшілерінің бірі Амангелді Иманов бейнесінің тарихы мүлдем бөлек. Қазақ батырының бейнесі оны көзі тірісінде көрген адамдардың суреттеуімен салынған. Сол жылы осы Амангелді Иманов портретін жазу үшін арнайы торғайға аттанады. Ода айлап, жылдап жүріп, батырдың туыс туғандарымен, жора жолдастарымен, сарбаздармен сұхбат жасап отырып, батырдың тұлғасын, пішімін арнайы зерттеп, көркем кескіндеме тілінде жазып шығарды. Яғни республика бойынша осы Амангелді образын арнайы конкурс жариялайды. Батыр образын сомдап шығуға. Сонда осы картинаны сол көрме төрінен орын алып бүкіл елде жұртшылықты қуантады. Яғни суретші осы қару-жарақпен тұрған
батырдың көркемдік пішімін көркем кескіндеме түрінде монументті түрде шешеді. Бейнелеу өнерінің негізін қалаушы Қастеевтің өзі киген шапаны мен бөркі, фотоаппараты, ұстарасы мен шағын үтігі де бар. Ескі сандық, радио қабылдағыш пен теледидар көненің көзіндей. Мына жерде жеке заттар өз ұстаған, қолына кәдімгідей пайдаланған дүниелер. Мына фотоаппараты, анау кішкентай акварельдік этюднигі, анау блокноттары, кімді қай суреттерді салды, олардың кейіпкерлерінің аты-жөндерін жазып деген сияқты. Мына бөркі, салқын түскенде киген. Ана жерде командировка шыққанда алып шығатын электр үтігі, кішкентай сақал алғышы, портмонесі, анау әне совет ақшалары әшкей деген сияқты. Сосын мына жерде мына фотоларда ол кісінің қайраткерлік қызметі. Екі рет жоғары кеңестің депутаты болған қазақ СССР. Екі рет суретшілер одағының төрағасы болған, сонда жиналыстарға қатысқан. Енді Әбілхан аға мына бір жағы өзі музыканы да жақсы көрген, жан-жақты білімді адам. Ол өзі арнайы мектепті бітірмесе де өздігінен оқып, мына араб әрпіндегі, латын әрпіндегі, орыс әрпіндегі кириллицаның бәрін өзі үйренген, жазып, оқып. Сондықтан батырлар жырында оқыған, тыңдаған, ақын жазушыларды, жыршыларды тыңдаған, сонына патефондағы музыкаларды тыңдаған. Сурет салған кезде бәлкім қойып қояды оны. Өйткені музыканың бұл көмектеспесе ешқандай зияны жоқ сурет салуға. Мынау орындық 58 жылы осы үйге кірген кезде Қытайдан алдырған орындық осы бірнеше 4 данасы қалып сақталды. Енді мынау 60 жасына толғанда сыйланған шапан. Мен тақиясы соны өзі киіп жүрген, жақсы көрген. Үйде демалған кезде, қонақтар келген кезде киіп отырады. Әбілхан Қастеевтің музей үйі қала тұрғындары мен қонақтарына 20 ғасыр тарихы мен мәдениеті туралы көбірек білуге, суретшінің өмірі мен шығармашылығы жайында танысуға мүмкіндік беретіні сөзсіз.